Менің Қазақстаным студенттік көктем 2019 облыстық фестивалі өз мәресіне жетті. Жастар жылы аясында ұйымдастырылған шараға аудан қалалардан 300-ге тарта білімгер жиналды. 2 күнге созылған байқау барысында олар түрлі бағыт бойынша өз бақтарын сынаған болатын. Студент жастар фестивалі 30 мамыр күні қорытындыланып, жеңімпаздарды марапаттау Талдықорғандағы жастар мәдени демалыс саябағында эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен гала-концертпен жалғасты. Шара барысында Алматы облысы әкімінің орынбасары Ақан Абдуалиев, Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Абдраимов және Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры Қуатбай Мырзаев үздіктерді марапаттады. Әр байқауда ерекше көзге түскен өнерпаздар түрлі аталымдар бойынша мақтау-мадақтауға ие болды. Нәтижесінде Үшкір ойлы Жетісу жастары пікірсайыс турнирінде 3-ші орын Қапшағай қаласы мен Ақсу ауданы колледждері студенттерінен құралған микс дебат тобына бұйырды. 2-ші орынды Көксу политехникалық колледжі студенттері Көкбөрі дебат тобы қанжығасына байлады. Ал қара шаңырақ Жетісу мемлекеттік университетінің эрудит дебат тобы пікірсайыста жеңімпаз атанды. Отаным атамекенім патриоттық әндер байқауы бойынша Көксу политехникалық колледжінің студенті Сағатбеков Еламан 3-ші орынды иеленсе, жүлделі 2-ші орынды білім ордамыздың студенті Інібек Ерасыл жеңіп алды. 1-ші орын Кербұлақ ауданынан келген Әбжапаров Мәулішке бұйырды. Жайдарлы жастар атты жайдарман ойындарында Ақсу ауданы эффект жайдарман құрамасы 3-ші орыннан көрінді. Ал Алматы облысы тәтті құрама жайдарманшылары 2-ші орынға жайғасты. Бұл бағытта да университетіміздің студенттері үздік атанды. Талдықорған қаласы жұму құрамасы жайдарманшыларына жүлделі 1-ші орын бұйырды. Спорт өмір көркі атты шағын футбол турнирінде Талдықорған қаласы политехникалық колледж құрамасы, Алакөл мен Кербұлақ аудандарының футбол құрамалары үздіктер қатарынан көрінді. Барша жеңімпаздарға бағалы сыйлықтары мен алғыс хаттар табысталды. Студенттердің фестивальден алған әсерлері ерекше. Мұндай шаралар жастардың көшбасшылық қабілеттерін дамытып, белсенділігін арттырады дейді олар. Дебат бойынша қатысып, 3-ші орынды иелендім. Және 5 тақырыпта ойнаған болатынбыз. Бәрі де саясатқа байланысты тақырыптар. Соның ішінде маған ең қатты ұнағаны, яғни ең ой қорытатын тақырып ол қарттар үйін жабу болды. Осы қарттар үйін жабу туралы өте көп сөйлеп, яғни ең ұнаған тақырып осы болды. Және маған осы фестиваль өте қатты ұнады. Осы фестивальді ұйымдастырушыларға өзім алғысымды білдіретін едім. Жалпы маған бәрі өте қатты ұнады. Қатысушылар құрметіне эстрада жұлдыздары Өмір Құлайниязов, Әсет Ишан, Ұшқын Жамалбек, Олжас Абай, Самат Жанғазин, Серікбол Сайлаубек арнайы келіп, концерттік бағдарлама ұсынды. Дарынды студенттерге қолдау көрсетіп, шығармашылығын шыңдау мақсатында ұйымдастырылған байқау алғаш рет өткізіліп отыр. Алматы облыстық жастар саясаты басқармасы мен Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті алдағы уақытта ауқымды шараны дәстүрге айналдыруды жоспарлайды. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.